Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклі. Ендігі сауалымыз ғылыми стильдің ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері жайлы болмақ. Самат, біз алдыңғы бағдарламаларда есіңізде болса, көркем әдебиет стилінің ауызша формасы мен публицистика стилінің ауызша формасының интонациялық бір талаптар туралы айттық. Бұл екеуінде де біздің айтуымызда екеуінде де дауысты ойнатуға болады дегенбіз. Тыңдарманның есінде болса, дауысты құбылтуға болады, керек жерлерінде әртүрлі паузалар қойға болады. Яғни сөйлеп тұрған адамның өзінің прагматикасына қарай жеткізіп отырған ақпарат арқылы өзінің тыңдарманына әсер ету үшін ол интонациялық құралдардың кез келгенін пайдаланады. Бірақ енді шектен тыс көп пайдаланып жүрсе де сөзді бұзатынын байқадық. Ал енді ғылыми стильдің осылардан қандай ерекшелігі бар дегенде, ғылыми стильдегі мәтінде дауыстағы ойнақылық, эмоциялық болмағаны дұрыс. Мысалы, енді сіз публицистикалық стильдің кейбір жанрында ойнақылық, ондай тіпті талап етіледі сондай болған. Мысалы, бір шоу бағдарламаларды жүргізіп жатсаңыз, немесе бір қызықты бір жаңалықтар жеткізіп жатсаңыз, ал көркем әдебиет анекдот айтып жатсаңыз. Анекдот айтып жатсаңыз, сол публицистика стилінің аясындағы сөзде. Ал мысалы, көркем әдебиет стилінде де дауыстың ойнақылығы сондай керемет қажет болатын жанр бар. Ол көркем әдебиет стилінің балалар әдебиеті жанры. Мысалы, балаларға арналған ертегілерді оқыған кезде сол ертегі кейіпкерлерінің дауысына салу керек. Және оны жай сала салмай, сол баланың түсінетін құралдарымен салу керек. Бала түсінетіндей интонациялық бірліктерді пайдаланған абзал. Осы бүкіл талаптарға жауап беретін біздің дикторымыз бар, Сауық Жақанов апамыз. Сол кісінің радиодан балаларға арналған ертегісін тыңдағанда, бала түгіл ересек адамның өзі сол ертегінің ішінде жүргендей болады. Алдынан қасқыр шыға келгендей болады. Немесе қос аяқпен бірге далада қасқырдан ентігіп қашып бара жатқандай боласың. Немесе арыстандай ақырып, сол арыстанның жанында сенде аңдардың патшасы сияқты өкіріп тұрғаныңды, ақырып тұрғаныңды сезінесің. Оның барлығы осы сіздің ертегінің ішіне кіріп кетуіңізге, осының барлығына себеп болып тұрған сол Сауық апамыздың дауысының ойнақылығы, интонациясының ерекшелігі, осындай интонациясының көркемдігі осы әсер етеді. Сонымен қатар Зәмзәгүл әжеміздің ертегілері, Айдос атамыздың ертегілері бар. Айдос атамыздың да, Зәмзәгүл әжеміздің да ертегілерін қазіргі кезде балалар, тұрмақ үлкен кісілер, ересектер сүйсініп тыңдайды. Міне бұл интонациялық ойнақылық. Ал ғылыми стильде осының біреуі де болмау керек. Өйткені сіз ғылыми стильдегі мәтінді сондай ойнақы интонациясымен оқысаңыз, сіздің ғылыми жаңалығыңыздан түк те қалмайды. Сондықтан енді осы ғылыми мәтіндердің ауызша формасының тағы бір ерекшелігі, олар жалпы алғанда орташа немесе баяу қарқында. Сол мәтіннің бөліктері мен сөйлемдері арасында орташа немесе көлемді кідірістер жасалып оқылу керек. Дауыс әуезі бір қалыпты болу керек. Әуен мен дауыс қаттылығы арасында айтарлықтай айырмашылық болмау керек. Мәтіннің мазмұны үшін маңызды терминдік мағынадағы тірек сөздер, енді әсіресе терминдік мағынаға сөздер, олар тірек сөздер болады. Енді көбіне көп басқа сөздерде тірек болады. Дегенмен осы мәтіннің өн бойында ой екпіні арқылы ерекшелеп, мәтін сөз ағымы бірліктеріне тілдің барлық заңдылықтарын сақтай отырып бөліну керек. Мысалы, керек емес тұстан пауза қоюға болмайды. Мысалы, кейде айттық қой бағана, журналист мамандар мәтінде кейде әдейі қойылмайтын жерге пауза қойып, жұртшылықтың назарын аударады дедік. Міне осындай эффектілерді көп жасай беруге болмайды, тіпті мүлде жасауға болмайды десе де болады ғылыми стильде. Енді эмоциялық паузалар болуы мүмкін, болғаны да жақсы ғылыми мәтінде, ғылыми ауызша сөзіңізде. Бірақ олар көбейіп кетсе де онша жақсы емес енді. Осындай ерекшелігі бар. Түсінікті, рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.